Баршаңызға ассалаумағалейкум ағайын. Қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Бүгінгі видеода біздер дрон жайлы түсіретін боламыз. Яғни әлеуметтік желілерде көргенбіз дронмен мал бағу деген сияқты. Және де мен осы дронды сатулардың алдында тексергем, дронмен қалай осындай бір комментарийлер оқығанмын видеодағыдай. Сондықтан соған ілесіп біз дрон алғанбыз. Сол дронның нәтижесін сіздерге өз көзбен қарағасын сіздерге толық айтып беретін болам. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Біз арғы жалғастырамыз. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ал құрметті шаруашылыққа қажет арнасының көрермендері, қазіргі ұшып келе жатқан дрон DJI Air 2S деп аталады. Бұнымен қазір малды айдаймыз. Айдағанда бұл малдар негізінде өздері күнде келіп жүретін, үйреншікті қораға жүретін малдар. Қағып жүрсеңіз өздері үйге баратын мал негізінде, бірақ сонда да дронмен үркітіп көреміз. Біз дрондарды қойды бағып, қойды қайырып жатыр дегенді естігенбіз, көргенбіз. Біздер соған қарап малды бағуға болатын шығар деген оймен алдық. Егер де бағылып жатса, малды санауға ыңғайлы болып жатса, пайдасы тиеді деп ойладық. Алайда ол 100% тимейді, себебі желді күндері көп шалмайды екен. Бұл дронның жарты сағат ұшады деп аталады негізінде, бірақ желді күн шыққанда 20 минуттай ұшатын болады. Сосын қауіпті құлап кете жағдайы көп болады. Сондықтан ық күні ұшқан дұрыс болады. Ал біздің ауа райы күнделікті ық бола бермейді. Күнде жел, дауыл тұрады, жаңбыр жауады. Күнде баға алмайсыз. Бұл дронмен тек анда сондай видео түсіруге, сондайғы болмаса, тек мал бағуға келмейді екен. Бірақ кейбір жағдайда сөйтіп айдап қайыруға болады. Қазір кетіп жатқан бұл жерде 4 бас бұзау қалып қойған. Қазір соны барып айдап үркітетін боламыз. Қарасаңыздар, малдар дейтін бана өздері үркіп кетті. Бұл дронның дауысы бар, бызылдаған. Содан бызылдағаннан малдар, қазір қараңыз, құйрығын қозғап шодырлап кетеді. Яғни шодырлап үркіп қашады көбіне. Алдыңғыны бір осы бұзаулар бөлек дала жаққа кетіп қалған екен, соны барып дронмен айдайым деп ойлағам. Ол мен басқа жаққа қашып, қайрауға келмейді дронмен. Тек осы үйді білетін, үйдің қасында болған жағдайда қайырып келуге болмаса, малды айда алмайсыз. Дрон атқа жете алмайды ғой енді, бәрібірде. Атқа жететін нәрсе жоқ. Адам болғасын кез келген нәрсені ойлап, мүмкін дронмен мал бағуға болатын шығар деп ойлаймыз ғой енді. Сол сияқты сондай адамдар ойлап, ютубтан дронмен мал бағуға бола ма деп іздесе, осы видеоны қарасаңыз, сізге арналған видео, алуға кеңес бергіміз келмейді. Мал бағуға деп алсаңыз егерде. Жай видео түсіруге деп алуға болады енді. Міне малдың бәрі дронның бызылдаған дауысын үркіп қашып жатыр. Ол малға ұнай қоймас. Атпен жайлап айдаған жақсы ғой енді. Және де қазір малды қораға жақындаған кезде бәрібір малды қораға кіргізу керек. Сол кезде ат керек болады. Дронмен үркітуге жақсы жалпы дейтін. Бір бөтен мал келсе, бір бездіре алмай жүрген мал болса, соны артынан қуып қалып үркітуге жақсы негізінде. Сол жағынан пайдасы тиеді деп ойлаймын. Қай нәрсенің плюс минусы бар, сол сияқты дронның да плюс минустары бар енді. Сосын дронмен шұқылап жұмыстанасыз, жұмысы көп. Памяті бар, флешкасы бар қарайтын. Шұқылап жүресіз. Үлкен кісілер қолдана алмауы мүмкін енді. Үш бұқа қалып қойған. Қарасаңыздар үркей қоймайды. Дронды алға артқа беріп бызылдап,
сосын бар жай үркейді онда да. Жүре қоймайды шамалға. Алға артқа беріп үркітіп отқаным өзімше. Ал мен күрендерім, олар өздері бұрыннан сондай тұқымы. Сәл бір үркісе артынан жылқы сияқты лесіп барлығы үркейтін болады. Күреннің барлығы қораға келіп жиналып қалды уже. Осындай әдемі видео түсіруге болады. Өзінің функциялары бар. Естелікке қалатындай видео түсіруге болады. Енді дрон артық ақшаңыз болса, қызық үшін деп алмасаңыз, бұнымен шаруашылыққа, шаруа соғуға келмейді екен. Соны сіздерге бөліскім келгесін айтып жатқан. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Адам әртүрлі ғой. Видеограф болып видео түсірсеңіздер, әрине пайдасы бар. Естелікке қалатындай күшті видео түсіруге болады. Мына қарасаңыздар, бұл жерде тақауға болады, картасы бар, GPS, дрон далаға құлап кеткен жағдайда GPS-і бар. Сондай осындай функциялар бар, бағана айтқандағындай. Бұл дронның сосын 12 километр, 10 километрға дейін ұшады деп көрсетілген. Бірақ бағана айтқандағындай желді күндері олай шалмайды. 2-3 километрден кейін уже сигнал береді, жел дейді. Орай қолайсыз болса келіңкіремейді. Жалпы видео түсіруге бұл дрон жақсы дрон. Өзінің компаниясындағы екінші орында тұрған дрон екен. Әртүрлі функция адамның белгілеп, соған ілесіп отыратын несі бар. Камера көрсетем. Осы белгілеп алып, Go-ды бассаңыздар, дронның өзі автомат түрде ұшады. Мен қолымда қазір жер қойдым, өзі ұшып, өзі түсіреді. Әдемі видео бар енді, мысалға. Сол жағынан сөз жоқ енді. Дронның өзімен бірге 3 батарейкасы келеді. Үшеуде жарты сағаттан сағат жарым ұшуға болады жалпы. Және де запасқа қалақтар болады. Әртүрлі шнурлары бар. Жалпы толық комплектісі бар. Мен енді кәсіби тұрғыда видеограф болмағасын әдемі кадрлар жасай алмадым. Барымша түсіргенім, өзім 10-15 рет көрдім осымен. Бана әкелген бұны батарейкасы өшіп жатыр. 37% қалды менде. Шыққанымызға 15-20 минут болған шығар. Күрендері қарасаңыздар, қашып баратыр, қазір алдынан шығып қарасаңыздар үркейді. Сосын қалалық жерлерде қиын, сым линиясында соғып қалған. Мына үркіді. Үйсті үркітіз. Кез келген адам ұшыруға болады, тек басында қиындау болады қайған нәрсенің. Қол жайлы үйренеді. Күрен бер жиналды, енді ары қарай ат болмағасын жаяу кіргіземіз қазір сосын. Енді дронды қондыру ол да бір шеберлік керек деп ойлаймын. Басында мен қолымды шауып алдым. Қарасаңыздар, қазір жел тұрып отыр, дрон желді күні. Бұрында қонғысы келмейді. Былай бызылдап, әрең қондыртам. Әлі тәжірибе жинамағасын қиындау болады енді. Мына қарасаңыздар, қазір жел болғасын былай қозғалып тұрады. Осылай қондырамыз. Міне құрметті ағайын, малды осы айдап келдік, бірақ атпен айдағанға жетпейді. Сіздерге айтайын. Дронмен тек жай видео түсірем, сол үшін деп алмасаңыздар, артық ақшаңыз болған кезде алмасаңыздар, дронмен мал бағам деу мүлдем ақылға сыймайды, келмейтін нәрсе. Сондықтан әр қазақ бай болсын, бай қуатты болсын, малымыз көбейіп, атпен айдап, жайлауда шалқып жүре беріңіздер.
видеоның соңына дейін қарасаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, қолдаңыздар. Бізде бар нәрсені шамай келсе айтатын боламыз, енді көбінесе уақыт бола бермейді. Сондықтан жақсы күндерде көріскенше ағайын. Аман сау болыңыздар.